Бірде кезекті лекциялардың бірінде профессор бізді жаңа студентпен таныстырды. Сол кезде менің иығыма біреудің жеңіл қол тигізгенін сезіндім. Жан-жағыма қарасам, кішкентай арық кемпірдің маған ашық күліп тұрғаны сонша, менің де жүзіме еріксіз күлкі үйірілді. «Сәлем, сұлуым, менің атым Роза, жасым 87-де», деді ол. «Қасыңа отырсам бола ма?» Мен жымиып, орын беру үшін жылжыдым. «Әрине отырыңыз. Сізді осындай бейкүнә жаста университетке не әкелгенін біле аламын ба?» Мен кенеттен қалжыңдағым келді. «Мен бір бай күйеу кездестіріп, оған көп бала тууға келдім», деді кемпір маған көзін қысып. «Ал егер шындығына келсек?» Маған Роза барған сайын ұнай бастады. Осындай өте қарт әйелдің бұл жерде пайда болу себептері мені қызықтырды. «Шындығына келсек, мен әрдайым жоғары білім алғым келетін. Міне, мен осындамын», деп жауап берді Роза. Лекциядан кейін студенттік асханаға барып, бірге түскі ас іштік. Сол күннен бастап 3 ай бойы бірге тамақтандық. Роза барлық дерлік студенттік кештердің, бас қосулардың жаны болды. Барлық студенттер онымен шын ықыласпен сөйлесті. Ешқашан жаман мінездерін көрсетпеді. Семестрдің соңында біз оны бітіру кешінде сөз сөйлеуге шақырдық. Ол мінбеге бара жатқанда оның қолынан алдын ала дайындалған парақтары ұшып кетті. Ұялған Роза оларды жинамақ болды, бірақ ол барлық парақтарын жинай алмады. «Кешіріңіздер, мен соншалықты абдырап қалдым. Күйеуім үшін сыраны қойып кетіп едім, сондықтан вискиге тезірек мас боламын», деп әзілдеді ол. «Мен енді дайындаған парақтарымды жинай алмаймын, сондықтан өз ойымды айтайын». Күлкі басылғанша ол тамағын кенеп сөзін бастады. «Біз өсеміз деп ойнауды тоқтатпаймыз. Ойнауды тоқтатқандықтан біз есейеміз. Сіздің табысыңыздың, жастық шақ пен бақытыңыздың бірнеше құрамдас бөліктері бар. Сіздің күнделікті күлуіңіз керек. Өмірден күлкіні табуыңыз керек. Сізге арман керек. Егер армандауды тоқтатсаңыз, онда сіз тірі емессіз. Айналамызда қаншама жансыз адамдар бар. Олардың өздері де оны аңғармайды. Қартаю мен өсудің арасында үлкен айырмашылық бар. Егер сіз 19 жаста болсаңыз және 1 жыл бойы диванда жатып, ештеңе жасамасаңыз да, сіз 20-ға келесіз. 1 жыл диванда жатып, ештеңе істемесем де 88-ге толамын. Қартаюда қиын ештеңе жоқ. Қартаю үшін бізге таланттың да, ерекше дарындылықтың да қажеті жоқ. Ерекше дарындылық өмір өзгерістерінде өзіңіз үшін жаңа мүмкіндіктерді ашу үшін қажет. Ештеңеге өкінбе. Қарттар әдетте істеген ісіне өкінбейді, үлгермеген ісін жоқтайды. Өкініші көп адамдар ғана өлімнен қорқады. Сөзін құрметпен Роза деп аяқтаған соң, кемпір орнына қайта отырды. Естігенімізді қорытып, бәріміз үнсіз қалдық. 1 жылдан кейін Роза көптен бері армандаған жоғары білімді алды. Ол 1 аптадан кейін ұйқысынан оянбай қалды. Оның жерлеу рәсіміне 2000-нан астам студент келді. Бұл кішкентай, әділ әйел оларға кім болғысы келетінін үйреткенін есіне алды. Есіңізде болсын, барлық адам қартаяды. Есею, ақыл тоқтату таңдаулы жандарда ғана болады. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.